Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында өте нәзік, дәмді әрі жұмсақ нан жасаймыз. Алдымен жылы сүтімізге тұз, қант, ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткерілген ұнымызға жылы сүтімізді құйып, одан соң ерітілген сары майымызды салып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Одан соң қолымызбен жақсылап илейміз. Илеп болған соң оның бетін жауып, 1-1,5 сағатқа ашытып қоямыз. Ашыған қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Одан соң бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Одан кейін табаға осылай видеодағыдай етіп қойып, бетін қолымызбен басып шығамыз. Нанымыздың үстіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Одан соң бетін әрлеу үшін үстіне күнжіт пен мак себеміз. Одан соң қыздырылған пеште пісіріп шығамыз. Міне нанымыз дайын. Өте дәмді, әдемі әрі жұмсақ болып пісіп шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.